Соңғы уақытта әлеуметтік желіде ең көп талқыланған мәселелердің бірі ол Ауғанстандағы Талибан көтерілісі. Біз бүгін солар жайлы сөз ете отырып, бұл соғыстың нақты қай уақыттан басталғаны жайлы сіздермен бірге сараптауға тырысатын боламыз. Қазіргі таңда ауған билігі талибандардың қолында. Демек, енді Ауғанстандағы қыздар өздері жалғыз жүре алмайды, сыртқа жалғыз шыға алмайды, үйтпейді, бүйтпейді. Бір сөзбен айтқанда, Ауғанстанда ол қыздар үшін қиямет қайыммен тең. Ауғанстанда 1880 жылдан бері елдің мемлекеттік байрағы 23 рет өзгертілген. Демек, 23 рет жазықсыз жандар зардап шегіп, 23 рет жаңа жүйе орнап, 23 рет халықтың үкілеген үміті су сепкендей басылған. Бұлардың тарихы қанды қырғын мен жазықсыз жандардың қанына малтыққаны соншалық, елдің соңғы 40 жылдағы тарихын мектептерде оқытуға тыйым салған. Ауған халқы неге бейбіт өмір сүре алмай келеді? Оның себебі мен салдарын сіздерге жіліктеп беретін болсақ, бірінші шекара мәселесі. Осыдан 2 ғасыр бұрын Америка мен Ресей елдері сызып берген жасанды шекара, бірақ оны көршілес Пәкістан мойындамайды. Дәлірек айтсақ, екі ел арасындағы тартысты жерді Дюран линиясы деп атайды. 2600 шақырымды құрайтын бұл шекара сызығында 3 рет ауқымды соғыс орын алған. Нәтижесі сол, жерге қазіргі таңда екі елді иелік етпейді. Сол себепті Ауғанстан не елдегі террористерді тықсыра елден қуа алмайды, не есірткі тасымалына бөгет бола алмайды. Сол себепті қазіргі таңда шекара мәселесі ауған халқын сүйексіз балықтай етіп отыр. Екінші ұлтаралық мәселе. Себебі ауған деген ұлт жоқ. Бұлар өзбек, тәжік, қазақ, пуштун деген негізгі 4 ұлт. Бірақ бұлар бірін-бірі иттің етінен жек көреді. Себебі хазарлар, яғни кезіндегі Шыңғыс хан шапқыншылығы кезіндегі моңғол сарбаздары. Кейін бұлар сол жерге жерсініп, шиға, яғни шиизм жолын таңдайды. Ал Ауғанстандағы халықтың 80%-ы сүнниттік бағытты ұстанады. Сонда бізде үшінші мәселе шығады. Ол әрине дінаралық қақтығыс. Бұл хазарларда оңып тұрғаны шамалы, себебі олар қолға түскен тұтқынды бірден өлтіріп тастамай, маңдайына тірідей шегелер қағып, қинап өлтіретін болған. Төртінші мәселе ол тіларалық. Бұлар көп ұлттан құралған ел болса да, ортақ тілі көне парсылық дари тілі. Бірақ қазіргі таңда дари тілін шектеп, пуштун тілін енгізіп жатыр дегенде бейресми ақпараттар бар. 1880 жылы Абдурахманның тұсында күшейген пуштундар хазарлардың қонысын басып алып, сол жылы хазарлардың өлтіретінен өлтіріп, қалғандарының мойындарына қоңырау тағып, құлдыққа сатты. Екі ұлт арасында орын алған негізгі мәселе де олардың шиит және сүнниттік екі тарапқа бөлінуі еді. Бұл ғана емес, 2001 жылы өзбек тәжіктер күшейгенде елдің солтүстігінен 100 мыңдаған пуштунды қуып шыққан болатын. Сол себепті де төреші сырттан болмаса төбелесіп қалатындары белгілі. Өткен апта Америка өз әскерін ауған жерінен шығаруымен ұзақ жылға созылған соғыс аяқталды деп әлемдік ақпарат құралдары жарыса жазған еді. Бірақ шын мәнінде елден қашып үлгермеген бейбіт халық үшін соғыс енді басталғандай. Неге дейсіз бе? Себебі талибандардың басым бөлігі пуштундар, ал олар хазарларды, өзбек, тәжікті жайына жіберуі неғайбыл. Елдегі 5-ші мәселе ол трайвализм. Бағанағы 4 тайпаны былай қойғанның өзінде пуштундардың ішінде билік үшін күресетін 2 тайпа бар. Дурани және Гизай. Қысқасы, бұл елдегі ұлтқа, руға бөліну бар кезде Ауғанстан ешқашан ел болып еңсе көтермесі анық. 6-шы мәселе ол елдегі терроризм. Бұған еш таңғалмайтын шығарсыз. Себебі қазіргі уақытта Ауғанстан десе терроризм еске түсетіндей дәрежеге жеттік. Оған да себеп жоқ емес, себебі статистика бойынша әлемдегі терактың 65%-ы осы ауған жерінде орын алады екен. 7-ші, қару-жарақ, есірткі саудалары. Бұлар елді ішінен ірітуге үлкен күш болып отыр. Бұған қарсы тұрар елдің де жағдайы белгілі. Бәрін айтта бірін айт, шекарасы бекмеген ел үшін есірткімен күресу тек арман ғана. Анау дейміз, мынау дейміз, бірақ біздің елімізде осындай алауыздықтың барлығы шешілген ғой. Сол үшін қазіргі күнімізге де шүкір етіп қояйықшы. Соңғы проблема әрине сауатсыздық. Статистика бойынша елдің 66%-ы сауатсыз екен. Ал сауатсыз надан халықты алпауыт елдер өз ойынына айналдыру оңайдың оңай емес пе?
Сонымен не керек? Ауған жеріндегі әрбір 10 әйелдің 9-ы сауатсыз болып келеді екен. Бұл дегеніміз әйелдердің 90% сауатсыз деген сөз. Негізі ислам бейбітшілік діні, әрі әйелдерге еркіндік пен бостандық алып келген дін. Ал мына Ауғанстан талибандары дінді желеу етіп, қыздарды қор қылып, бар құқығынан айырып отыр. Ауған жеріндегі аласапыран үшін қазіргі таңда әлем елдері исламды террористер ретінде қабылдауда, бірақ шын мәнінде бұны жасап жатқандар қой терісін жамылған қасқырлар екенін қаперіңізде сақтаңыз. Егер видеомыз ұнаса, арнамызға жазылып, лайк баса кетуіңізді сұраймыз. Сіз үшін оттаймыз.